біз негізі жалпы қазақ халқы, мен көбіне осы әзілдерімді баламен, ауылмен алып келемін енді. Баламен, ауылмен алып келіп, былай алып кетемін. Бұрындарда айтатын болатын, бұрын айтқан бір бөлмеге қамап тастайтын бізді деп. Содан 11 жас бітіргенде шығатынбыз деп білетін шығарсыз. Қазір да мысалы біз өзіміз солай өстік қой енді. Біз қазақ халқы неге екенін білмеймін, үйге қонақ келгенде үйдің ішін жинаймыз. Басқа уақытта білмеймін не екен. Маман келіп айтса, үй жинаңдар десе, кім келеді дейміз сразу. Жинасаңдар şimdi біреу келу керек пе негіз дейді. Артында біреу келе жатыр шынымен де. Жинағанымызды көрсеңіздер, тек шкаптың ішіне киімнің бәрін тығамыз, ана ішіне бірдеңені тығамыз, тек кухняға ананы тығамыз, холодильникте жабылмаса да бәрін тығып тастаймыз. Бізге ең басты қонақ келген кезде көзге бәрі жақсы болып көрініп тұру керек. Үйдің ішінде сосын балдардың барлығын жақсы етіп киіндіріп қоямыз. Ақ гүлпей, бәрін сықайтып қойып, күнде үйдің ішінде солай жүрген секілді болып жаңағы бүкіл сықайтып қойып, стол үстін толтырып қоямыз. Қонақтар келгенде айтсын дейміз енді. Жақсы тұрады екен. Дастархандары мол екен деп. Ох деп қаламыз екен. Ол біздің бала кезімізде. Сол қазір бізде қанымызға сіңіп қалған ау деймін. Қанымызға сіңіп қалған, соны істейміз. Мысалы, ауылда, аудандық жерге тексеру, облыстан әкім келсе, тура осындай. Облыстан әкім келе жатыр. Ауыл жинаңдар дейміз. Сол әкім жүретін жерді тік қана жол салып қояды, сықайтып қойып. Оның жанына мектептің оқушыларын тұрғызып қояды. Қолдарына жалауларын беріп. Отвлекающий маневр ол деген. Ар жағындағы құлайын деп тұрған ауылда үйлер көрінбеу үшін де, сосын айғайлап тұрады, қош келдіңіз деп, мал тауықтың дауысы естілмеу үшін жаңа, қош келдіңіз деп, асфальт бітетін жерге әжелер ансамблін қойып қояды. Ол кісілер ән айтып тұрым депті, қайдан білсін ол асфальт бітіп қалған ол жердің жаңа. Әжелер ән айтады, қош келдің ауылыма, тойғайындер. Қасында бір баянист тұрады, түнімен ішкен бе, өзі не болып тұрған білмейді, түсінбейді жаңа. Ана жерде жол бітеді, мына жаққа қарай бұрылған кезде мектептің ұстаздар тұрады. Мектептердің ұстазы тұрады, мектепке алып келеді бізде. Ауылға біреу келсе, мектепке алып келеміз. Мектептің есігі сынған, оны көрсетпеу үшін ауылдың бір ақсақалын тұрғызып қояды. Үстіне шапан киіп, басына айыр қалпағын кигізіп, ол бата беріп тұр. Олар тесік жауып тұрын деп ойлап тұрған жоқ, ол бата беріп тұрын деп ойлап тұр. Мектептің ішіне кірсе, коридор ары қарай балуға болмайды. Ол не істейді? Алдынан бірінші сыныптың балдарын қолына гүл ұстатып жүгіріп шығады. Ат шығады балдар кәм. Туған жерім Қазақстан, елім бәрін Қазақстан, осындай елім бар, туған жерген Қазақстан, рахмет дейді. Екі жар туған ел, алғаннан бүкіл балдар жібермейді ары қарай коридорға. Өйткені ол әкімді қайдалып баратыр, мектепте бір класс болады. Компьютерный класс. Ол тек тексеру келгенде ашылатын кабинет. Сол кабинетке алып барады. Ана кабинетте отырған оқушылардың түрлерін көрсеңіздер, ол компьютерді өздері бірінші рет көріп отыр. Соның алдында практикант, әйтеуір түрі виді нормальны, бір мұғалімді тұрғызып қояды есік алдына. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз дейді. Ана кісі, рахмет, айналайын, рахмет, сабағыңызды бере беріңіз дейді. Балдардың көзі бұлай төртпішті отыр, компьютер бірінші көрген. Балалар, технология дегеніміз, жылдан жылға Қазақстанымыз инновациялық жолдармен, мысалы мына электрондық тақтайды, қосып қалады. Технология дегеніміз не? Айта ғой, Айбек дейді. Айбектен басқа ешкім білмейді. Соған үйретіп қойған тек. Дұрыс айтасың, Айбек. Инновация компьютерлік жүйесі дегеніміз не? Айта ғой. Кім қайда? Деп ол оны іздеп атады жаңағы білетін адамды. Айгүл, айта ғой дейді. Айгүл зыр-зыр етіп айтып береді. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Біздің мектебіміз күннен күнге өркендеп жатыр, күннен күнге дамып жатыр. Ар жағында кім білсін жаңағы сторожбен жаңағы охранниктің стенкін тіреп тұрған, бүйтіп жаңағы құлап кетейін деп тұрған. Күннен күнге дамып жатыр, өсіп жатыр. Келгеніңізге көп-көп рахмет. О, рахмет, рахмет дейді. Жаңағы жолмен қайтадан ана балдар, атамызға көп-көп рахмет дейді. Әжелер ансамбль, ай, рахмет, апа, рахмет, апа. Олармен бір-екеуден айтып жүреді. Сосын ары қарай жаңағыдай қайтадан балалар шығарып салады, бір машинаға отырады. Сол ауылдың әкімінің үйіне барады, ет жейді. Специально қараңғы түскенше ұстайды. Қараңғы түскеннен кейін 4-5 свет жағып, әйтеуір ауылдан шығарып саламыз. Сосын ол басқа ауылға барады, ол әкім. Басқа ауылға барады, ауданға барады. Сосын ойлайды, бүкіл жердің жағдайы жақсы екен ғой дейді. Бөлінейін деп тұрған ақшаны не істейді енді, лақтырып тастайын ба? Сарап қой енді, қалтасына салады да не істесін енді. Өйткені біз өзіміз солай көрсетеміз. Ана балдар бүйтіп тұрса ғой бүйтіп қош келдіңіз, ары қарай өтіңізші құлайын деп жатыр, ағай өтін. Әжелер ансамбльде ән айттағанда, туған жерім, қош келдің, өте бер ар жағында жол
сақ деген секілді. Ақсақал да бата беріп, асыңа, береке берсін басыңа, ішке кіргенде басыңа түсіп кетпесің басыңа деген сияқты. Сөйтіп кішкене бүйтіп намекпен білдіріп қойсақ, әйтеуір біледі ғой деп ойлаймын. Жалпы енді бөлінген ақша бөлінген жерге жетсе, біздің еліміз әлі де дамиды ағайын. Өркендей береді, әлі де солай болады деп ойлаймын.